Қайырлы күн, құрметті достар, сіздермен бірге дәметкен. Бүгін қол жетімді пісіруді қажет етпейтін сүзбелі чизкейк рецептісімен бөлісетін боламын. Үлгіл басып, тіркеліп, келесі видео рецепт жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып кетіңіздер. Келесі видео рецептта бимбимбап рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен чизкейктің қамырын жасаймыз. Ол үшін бізге қарапайым печенье қажет. Блендер арқылы үгітетін боламыз. Егер сізде блендер болмаса, салафанда оқтаумен үгітуге болады. Не осылай толығымен үгітілуі керек. Үстіне елтілген сары майды құямыз, жақсылап ас қасықпен араластырамыз. Содан соң 26 см формаға пергамент қағазын төсеп, печенье массамызды салып, ас қасықпен бетін тегістейтін боламыз. Әзірше тоңазытқышқа қойып қоямыз. Ал енді қамырдың жоғарғы ақ қабатын дайындаймыз. Ол үшін желатинге салқын су құямыз, араластырып 15-20 минутқа желатинді бүгу үшін алып қоямыз. Сүзбелі чизкейк тортымызды безендіру үшін мен 2 нектаринді қолдандым. Сіздердің өздеріңіз қалауы бойынша басқа да жеміс-жидекті қолдануға болады. Нектаринімізді жуып, турап аламыз. Ал әзірше ақ қабатын дайындаймыз. Сүзбені погружной блендермен ұнтақтатып аламыз. Үстіне сгущенное молоко құйып, тағы да блендермен біркелкі масса болғанша дейін араластырамыз. Сізде егерде блендер болмаса, сүзбені сита арқылы ұнтақтатып алыңыз. Мінеки бізде осындай масса болып шығу керек. Мінеки біздің желатиніміз бүкті, 10-15 минут тұрды. Енді желатинді ерітіп аламыз. Микроволновка арқылы немесе газдың үстіне ең аз отта желатинді ерітіп аламыз. Желатин қайнап кетпеу керек, тек шамалы ыстық болуы керек. Желатинді сүзбенің үстіне 3 бөліп құямыз. Өйткені біздің ақ қабатымен желатин жақсылап біріктірілуі керек. Сонда біздің ақ қабатымыз жақсы қататын болады. Енді біздің ақ қабатымыз дайын болды. Тоңазытқыштан жаңағы формамызды шығарамыз. Ақ қабатымызды формаға құйып, әдемілеп тегістейміз. Ал енді чизкейкімізді әсемдейтін боламыз. Жаңағы тураған нектаринімізді чизкейктің бетіне әсемдеп қойып шығамыз. Дайын тортымызды 5-6 сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Біздің тортымыз дайын болды, керемет әдемі болып шықты. Торт дәмді және тәтті болып шығады. Дайындап көруге кеңес беремін, ас болсын. Сіздермен бірге болған дәметкен. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Лайк басып, тіркеліп, видео рецепт жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып кетіңіздер.